және Мармеладка. біз бүгін Subway Surfers деген ойынды ойнаймыз. Бұл ойын барлықтарыңызға мәлім, барлықтарыңыз білесіздер, бірақ бізде ойнап көрейік деп шештік. Мен көп болды бұнда ойнамағаныма. Так, мынаны ойнамағаныма. Так, мен әшейін бір мынандай қызбын. Атын да білмеймін. Трикси ма? Я сондай ма бір бәле. Не думаю, так. Қазір біз персонажды өзгертеміз. Басқасын сатып аламыз. Ақшамыз жетсе. Ал, surf. Surfing деген не ма? Я. Surf деген мындай. Не, вы что, издеваетесь? Тағы бір рет ойнап көрейін. Әрқайсымыз екі-екіден. Әлі 48 алу керек осыны, бірақ та фреш маған ұнамайды. Так. Так, бұндайларды сосын аламыз. Кейіпкерлер. Дино. Маған негізі мынау ұнайды. Осы ше тез жүгіреді ғой. Франк па? Бізде 6000 ақ теңге алды қане. Бәрін жаратқанға мен Дайфолдвит. 15000 ал. Хотя бы маған. Бізде 6000 ақ теңге. Дүкеннің бәрін жарасып сотты ғой бізге 26000 берді ғой. Менде мынау болған етін. Аты кім? Айттым ғой Трикси деп. Қазір тағы да бір рет ойнаймыз. Ой. Қазір үшінші рет. Әркім үш реттен. Мен ойнап жатырмын бұны. Мен про емеспін бұдан. Менің бір досым бар, ол про. Ол 2000 теңге жинайды бір ойнағанда. Білмейсің ба не? Кім ба? Анау ше Нурик қой. Мұхаммед ба? Я. Что-то біз тынышталып қалдық, өйткені бұл сөйлеп ойнайтын ойын емес. Сен бір әріпті қалдырып кеттің, к сожалению. Саған осы бәтіңкелер ұнаушы еді ғой. Ұнай ма? Я. Ұнамағанда. Ана, Р. Мен чуть өле жаздадым ғой. Surf. F-ті ғана жинау керек болды. Так, біз оған не аламыз? 1500 теңге аламыз. Тиын. Біз тағы да сөйлемей қалдық. Міне біз магнит алдық. Магнитпен тиындарды жинау оңайрақ болады. Енді мен ойнайын. Тоқта. Енді мармеладка ойнап жатырмын. Бастаймыз. Міне біз мынау құм салынған үстінен өтіп отырық. Айттан тынышталып қалдық. Ана жақта не бар екен? Не, біз мынандай бумеранг па? Соның әлі 30-ын жинау керек. Я, біз 10 жинадық. Не, бұда 40 жинау керек. Біздің алдымызда магнит тұр. Магнитпен тиындарды жинау оңай, как я говорила. Мен айтқан. Бұндайда негізінде тиындар
үш жақта бірден кездесетін кездерде магнит қолайлы болады. Магнит негізінде керек емес жағдайларда көп кездеседі. Иә. Осы қорапшадан бізге кілт түссе екен дейміз. Бірақ біз оны не қыламыз? Бұл ойынды біздің ініміз де ойнайды. Бұл барлық кілттерді жаратып тастайтын әдеті бар. Міне осындай кездерде магнит қолайлы болып табылады. Тағы да магнитті алып шықтық. Бізде 11 не болды? Бумеранг. Әлі 99 тен. 200 жинау керек па гитарадан? Уже соғысып қалдым. Әлі бізге 29 бумеранг тен керек. Біз қайттан магнит алдық. Мынау бір жаман жері ше, осындай алатын заттар қол жетпейтін жерде тұрады. Бірақ кейде қол жетеді. Секір. 12 болды. Бізге әлі қанша жинау керек? 28-ін жинау керек. Осы артымызда қуып келетқан полицейді түсінбеймін мен. Несін түсінбейсің? Өзінің іші қарны мынандай үлкен да. Өзі күшті акробатикті. Қатты секірет, қатты жүгіреді. Тиындарды ұмытып кетіп жатырмын. Сенің тиын саның. Не үшін алмадың оны? Оны аламайтын едім ғой. Ала аласың, бұл пойызға мініп. Магнит. Керек емес жерде. Иә, дұрыс айтасың. Магнит қазір онша керек болып тұрған жоқ. Ой, 3-ші рет. Соңғы ойыным қалды. 13 болды. Әлі 27 бумеранг жинау керек. Иә. Қанша минут болды? 8 минут болды. Осымен аяқтау керек сияқты. Мен Соңғы. Ей, не істеп қойдың? Саған не әперіп қойдым. Кетіре салдым енді. Әлия бағана маған байқамай скейтборд әперіп қойды. Экранды 2 рет басса, скейтборд трексейда пайда болады. Сіздерге үйретіп қояйық деп. Ал. Ол екінші гитара. Әлі 198 жинау керек. Осымен біз аяқтаймыз, достар. Пока дей аламыз сіздерге. Сау болыңыздар. болыңыздар. Қазақша сөйлейік.